Армысыздар, қадірлі, қымбатты достар, әріптестер. Өзімді таныстырып кетейін. Мен Мырзахметов Мұрат Мекемтасұлы. Жұмыс орным Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті. Жақында ғана жарияланған халықаралық челленджге өз үлесімді қосқым келеді. Бұл челлендж ұлы ойшыл, қазақтың бас ақыны, қазақ ұлтының бас ұстазы, ағартушы, қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған. Бірінші үзінді: ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба босқа ойнап күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым біліп қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Екінші үзінді Абай мораль философиясының, толық адам ілімінің негізгі ұстанымдарының бірі ол иманигүл, яғни үш сүю. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жанан татты. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті. Сау болыңыздар.